Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сырный шарик жасайтын боламыз. Өте дәмді, созылып, керемет болып шығады. Мен мұнда 4 порцияға жасадым, бірақ сізге 1 порцияның рецептін беретін боламын. Сырға ұн саламыз. Араластырып аламыз. Жұмыртқа салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Болғаннан кейін шариктар жасаймыз. Достар, қамырымыз кішкене қолға жабысып, жасау қиындау болуы мүмкін. Егер солай болып жатса, онда шариктарды жасамай бірден біріктіріп қоя берсеңіздер болады. Бірінші барлығын солай қойып шығамыз. Видеодағыдай жасаңыздар. Жасап болғаннан кейін 30 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Мұздатқыштан шыққаннан кейін кішкене қаттылау болып, шаригімізді жасауға оңай болады. Тегістеп, домалатып шаригімізді жасап аламыз. Рецептін видеоның астына жазып кетемін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шариктарымызды жасадық. Енді қызып тұрған майда орташа отта пісіреміз, достар. Бірден салып жібермеңіздер, әйтпесе сырты қызарып кетіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіріп, асықпай ішінің барлығы пісіп шығу керек. Бірден араластырамыз салған кезде, себебі сыр болғасын табамызға жабысып қалады. Майлықтың үстіне түсіріп аламыз, майын сорыту үшін. Дайын болды, достар. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.